Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде оның саяси дамуына байланыссыз. Оның ішінде Қазақстанда да әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді. Ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік экономикалық даму үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, инвестициялар тарту процесін тежейді. Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді. Елдің болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табылады. Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық заманмен бірге өсіп өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіптің бірі. Тарихы тереңнен бастау алған сыбайлас жемқорлық бүгінде бүкіл әлем қоғамдастығына қауіп төндіріп отыр. Бұрынғы өткен ата-бабаларымыз әділдік пен турашылдықты ту еткен. Ал бүгінгі күні еліміздегі басты мәселелердің бірі сыбайлас жемқорлықпен күресу болып отыр. Сыбайлас жемқорлық дегеніміз пара беру, пара алу, заңды құқықтарды бұзу. Бұл мемлекеттің дамуы мен өскелең ұрпақтың болашағына балта шабары сөзсіз. Сол себепті сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ.